Сәлеметсіз бе? Мен Ақсай қаласының номер 5 жалпы орта білім беретін мектебінің 7 сынып оқушысымын. Есімім Данова Аяна. Менің отаным, менің бастамам республикалық шығармашылық жобалар байқауына қатысып жатырмын. Жақсылық керуені номинациясы. Менің жобамның тақырыбы қайырымдылық бірліктің бастауы. Жобаның мақсаты қаламыздың жас қыздарының жасап жатқан қайырымдылығы мен түрлі игі істерімен таныстыру. Жобаның өзектілігі қазіргі заманда қарт адамдарға, көмекке зәру адамдарға, мұқтаж адамдарға өз күшін аямай игі істер жасау. Жұмыстың негізгі қорытындысы пікірлес азаматшалар бірлесіп мұқтаж жандарға жылуын сыйлап, игі істер жасап, жақсылық керуенін тоқтатпай әрі қарай жалғастыру. Қазіргі заманда да қиын жағдайда қол ұшын созатын адамдар аз емес. Оның бірі Сұлтанбек Анаргүл Маратқызы. Сұлтанбек Анаргүл Маратқызы 2 шілде 1993 жылы Ақсай қаласында дүниеге келді. Ақсай қаласының номер 5 мектептің түлегі. Мамандығы бойынша бастауыш сынып мұғалімі. 2017 жылы қосымша білім алып, бизнес бастау мемлекеттік гранттың иесі болды. Анаргүл сұлулық салондарын ашып, өзінің бизнес жоспарын жүзеге асыруды бастады. 8 жылдан астам уақыт ішінде ол кісі мұқтаж адамдарға көмек көрсетіп, қол ұшын созды. Анаргүл Маратқызы өзін дамыту үшін көптеген курстардан өтті. Ол бизнес, үй, құрбылар өзінікі емес екенін түсінді. Оған жаңа идеяларын жүзеге асыруға көмектескен адамдар Сария Габасова ретрит жүйелік коуч, Эльмира Кажмуханова жоғары білімді психолог, кванттық психолог, энерготерапевт, Ишрекова Жасмин кәсіби фотограф, DSS студияның қалаушысы. Анаргүл алғашқы бранчтар мен коучтерге өзін ашуға, өмірдегі мақсатын табуға және болашаққа сенімділікке психологиялық тұрғыда мұқтаж жандарға шақырды. Қайырымдылықтың сойлаушылар жобасының басты кейіпкер Анаргүлді осылай айта аламын. Өйткені Анаргүл қайырымдылықтың біз бен сіздер жасай алатын ғажайыптардың ішінде ең кереметі екенін дәлелдеді. Бизнесін жаңадан бастаған, жас та болса, нәзік, жүректі, жалпы жомарт бойжеткендерге көмектесіп, қол ұшын созған адамдардың бірі. Ол көптеген мұқтаж адамдарға, зәру адамдарға көмектесіп жүрді. Бұл істе Анаргүлдің бұрынғы сынып жетекшісі, яғни қазақ тілі әдебиеттен беретін ұстазы Дарисова Айнагүл Амангелдеқызы көмектесіп, осындай отбасылар туралы айтып жүрді. Соның арқасында ол қайырымдылық керуенін ары қарай жалғастырды. Олардың баталары, көптеген бастан кешкен оқиғаларын айтып, еске алып жүрді. Қасиетті Рамазан айында ауыз ашарда тегін су мен құрма таратып, ораза қабыл болсын акциясын өткізді. Жауап ретінде жүргізушілер алғыс айтып, рахметтерін төгізді. Арман мен мақсаты орындалады. Әлем саяхаттар. Мен бұл жобаны сіздерге көрсеткім келгенін айта кететін болсақ, бұл жобаны барлық адам өзінен бастаса, мейірімді және қиын жағдайда қол ұшын беретін адамдар көп болады деген ойдамын. Әрқайсың тамшыдай жасаған жақсылықтарыңды қосқанда үлкен дарияға айналады. Жақсылық жасау адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Жақсы адам қол ұшын беруге, жәрдем етуге, жаңашырлық танытуға, көмек көрсетуге, қолдау жасауға әрдайым дайын тұрады. Риясыз жақсылық жасау биік адамгершілік белгісі. Назарларыңызға рахмет.